Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі біздің екінші бейметалдар туралы екінші сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақ бейметалдардың физикалық қасиеттері туралы сабақ болады. Бүгінгі сабақта сіздер бейметалдардың агрегаттық күйі, бейметалдардың негізгі физикалық қасиеті және оптикалық қасиеті туралы білімді қайтатын боласыздар. Ең бірінші бейметалдардың агрегаттық күйі. Жалпы негізі бейметалдар олар түрлі агрегаттық күйлер кездеседі. Бәріміз білеміз, агрегаттық күйдің үш түрлі күйі бар, яғни қатты, сұйық және газ. Ең бірінші бейметалдардың ішінде газдарға сутек, азот, оттек, фтор, хлор және асыл газдар жатады. Ал енді сұйыққа келетін болсақ, ол бром осы бейметалдардың ішінде жалғыз сұйық күйде кездесетін элемент. Қатты күйде күкірттің S8 аллотропиясы кездеседі. Фосфор, А, қызыл, қара, көміртек, графит, алмаз. Сонымен қатар тағы йодта қатты күйінде кездеседі. Ары қарай енді бейметалдардың түсі мен жылтырлығына металдармен салыстыратын болсақ, олар жылтыр емес болып келеді. Бұларда негізгі бір айырмашылығы, яғни металдармен салыстырғанда көптеген бейметалдар, яғни түссіз және мөлдір газ болып келеді. Мысалы, оған сутек, оттек, азот айтсақ болады. Яғни ауаның құрамында бәріміз білеміз, 78% азот бар, 21% оттек бар. Олар біздің көзімізге күнделікті өмірде көрінбейді, сондықтан олар түссіз. Енді күкірт сары түс болып келеді, және фтордың түсі қоңыр сары, хлор сары жасыл, қызыл қара түсті, яғни фосфордың әртүрлі аллотропиясы бар. Сонымен қатар көміртектің графит деген аллотропия түрі, ол қара түсті болып келеді. Енді металдар бағана айттық, бейметалдар металдан салыстырғанда олар жылтырлыққа емес, тек графит қана, ода әлсіз осындай жылтыр ғана байқалады. Енді олардың электр және жылу өткізгіштігі туралы металдармен салыстыратын болсақ, олар бейметалдар көбінесе электр мен жылуды өте нашар өткізеді. Олар көбісі диэлектрик болып келеді. Фосфор, күкірт, йод, бромдар диэлектриктер. Сонымен олар газ күйінде электр тоғын өткізбейді. Алдыңғы слайдта біз айтып өткенбіз, олар көбінде бейметалдар газ күйінде болады. Жалпы олардың тағы бір ерекшелігі бар, яғни графит ол электрді жақсы өткізеді. Себебі одағы П электрондары қабаттары бойымен еркін қозғалады. Оны алдағы сабақта тағы яғни бірге оқитын боламыз. Бұл негізгі олардың металдармен негізгі айырмашылықтардың бірі болып саналады. Енді тығыздығы бойынша бейметалдар негізі тығыздығы төмен болып келеді. Өйткені оларда көбісі газдардың тығыздығы төмен. Жалпы металдармен салыстырған кезде күкірттікі 2,0 граммна сантиметр куб, фосфордық 2,2, йодтікі 4,9, алмаздың тығыздығы жоғары 3,5 граммна сантиметр куб. Ол себебі алмаздың бұл тығыздығы жоғары болу себебі оның атомдық торының нәтижесінде осындай тығыздығы жоғары болады. Ары қарай бейметалдардың балқу және қайнау температурасына келетін болсақ, олардың кең интервалды өзгеретін газдар өте төменде сұйытылатын болса, мысалы кристалды, фосфордың S8 аллотропиясы және фосфордың P4 аллотропиясы, күкірттің S8 аллотропиясы, олар төмен температурада ери береді. Алмаз, графит сияқты олар өте жоғары температурада, яғни оларда атомдық кристалдық торға ие болғандықтан олар өте жоғары температурада балқиды. Олар молекула аралық әлсіз байланыс болғандықтан балқу температурасы төмен болады, ал атомдық ковалентті торда өте жоғары балқу температурасы болады. Жалпы бейметалдардың қаттылығы бойынша ең қатты ол табиғатта кездесетін ең қатты зат ол алмаз, содан кейін графит жұмсақ май тәрізді болады, күкірт, фосфор сынғыш кристалды, йод ол қара сұр кристалдар ұнтақталғыш. Сонымен қатар